Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мейрамгүл. Бүгін сіздермен жазда таптырмайтын, шөліңізді қандыратын, өте дәмді қарбыздан жасалатын мохито рецептімен бөлісемін. Ең алдымен қарбызымызды блендердің көмегімен біркелкі масса болғанша езіп аламыз. Содан соң бір дана апельсинімізді алып, осылай видеодағыдай жұқа қылып турап шығамыз. Туралған апельсинімізді осылай графинге саламыз. Мохитоның дәмі одан да дәмді болсын десеңіздер, мята қосуға кеңес беремін. Менде мында замороженная мята. Мята өте күшті дәм береді, және де осындай мұз саламыз. Қазір жаз мезгілінде рахат қой, жеміс-жидектер өте қолжетімді бағада, сондықтан әртүрлі жеміс-жидектермен эксперимент жасасаңыздар болады. Дайын болған қарбызды массамызды осылай ситадан өткізуге кеңес беремін, артық дәндерден құтылу үшін. Енді ситадан өткізілген қарбызды шырынымызды осылай дайындап қойған графиніміздің ішіне құямыз. Мохитомызды газды қылу үшін осылай газды сусындардан мен сары ағашты қосқанды жөн көремін. Өйткені қатты тәтті болмайды, өте керемет болып шығады. Енді барлығын қосып, жақсылап араластырамыз. Осындай сусындарды жасап көруге кеңес беремін. Өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Мейрамгүл.